Күнделікті тамаққа дәмдеуіш ретінде пайдаланып жүрген аскөктің емдік қасиеттерін білесіз бе? Аскөк биологиялық белсенді және минералды заттардың көзі. Оның жапырақтары мен бұтағы ақуыздар, майлар, көмірсулар, дәрумендер, макро және микроэлементтер ерітілген сумен жабдықталған. Аскөк денсаулыққа пайдасымен қатар артық салмақтан арылуға да көмектеседі. Сіздермен бірге дертке дау арнасы. Достар, біздің арнаны 73% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егер де сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Арықтауға аскөкті пайдалану. Сымбатты дене бітіміне жетудегі қарапайым құралдың бірі аскөк шайы. Оны дайындау өте жеңіл. Жуылған аскөк будасын алып, ұсақтап турау керек. Бұл мөлшерден 3 ас қасық аскөкті ыдысқа салып, оған 0,5 литр қайнаған су құйыңыз. Бұл ыдысты отқа қойып, қайнаған соң 5 минут жай отта ұстаңыз. Дайын сусын суыған соң сүзіп алыңыз. Аскөк шайын күніне жарты стаканын 3 рет тамақтанудың алдында ішу керек. Аскөкті ақжелкенмен бірге қолдануға болады. Ол үшін кептірілген 1 ас қасық аскөк пен 1 ас қасық ақжелкен керек. Оны шайнекке салып, қайнаған су құйыңыз. Шайды 15 минутқа қалдырыңыз. Уақыт өткен соң қарапайым шайдың орнына осы дайындаған шайыңызды ішіп жүріңіз. Алайда күніне 1,5 литрден артық ішуге болмайды. Себебі оның қатты несеп айдағыш әсері бар. Арықтауға аскөк тұқымын қалай пайдаланамыз? 1 ас қасық аскөк тұқымына 250 мг қайнаған су құйып, бетін 60 минутқа жауып қойыңыз. Дайын сусынды сүзіп, күніне 3 мезгіл тамақтану алдында 100 мг-нан ішу керек. Егер артериялық қысымыңыз төмен болса, бұл сусынды абайлап ішіңіз. Аскөк тұқымы қызылмия, яғни салатка шөбімен бірге артық салмақтан арылуға жақсы көмектеседі. Бұл 2 ингредиентті балғы немесе кептірілген түрін ұсақтап турау керек. Ол 1:4 пропорцияда болу қажет. Оны ыдысқа салып, үстіне 750 мг су құйыңыз. Сұйықты қайнаған соң жай отта 20 минут ұстаңыз. Қайнатпаны сүзілген және жылы күйінде күніне 3-4 рет тамақтанудан соң жарты стаканнан ішу керек. Бұл сусын қарныңыз тоқ секілді сезім тудырады. Айранда ішектер мен иммунды жүйенің жұмысына пайдалы бифидо және лактобактериялар өте көп. Айран арықтауға көмектесетін керемет өнім, ал аскөкпен бірге оның пайдалы қасиеті еселене түседі. Арықтататын сусынға майлылық үлесі аз айранды таңдаңыз. Сусынды дайындау үшін аскөктің аз мөлшерін ұсақтап айранға қосыңыз. Бұл сусынға қиярды да қосуға болады. Ол кезде 3 ингредиентті блендермен араластырыңыз. Бұл сусынды жеңіл тамақ берілетін күндері қолданған жақсы. Егер айран ішкенді ұнатпасаңыз, аскөкті сүзбемен бірге жеуге болады. Сүзбе адам ағзасына қажетті ақуыздың көзі. Мұндай тағамды кешке таман жесеңіз, қарныңызды тоқ етіп ұстағандықтан ұйықтар алдында тамақ жегіңіз келмейді. Оны дайындау үшін таза аскөкті ұсақтап турап, сүзбеге қосыңыз. Қосымша ретінде оған көк жуа мен ақжелкенді де қосуға болады. Ішек жұмысын реттеу үшін аскөктің ұнтақталған тәнінен 1 шай қасықты 1 стақан қайнап тұрған суға салып, жабық ыдыста 1 сағат бұқтырады. Іш жүрмей қатып қалған кезде осыдан әр жолы 2 ас қасықтан күніне 3-4 рет ішеді. Аталған ауруға арпа және аскөк тұқымынан алып, ұнтақтап, оған алоэның кептірілген қабығынан қосып, соның 1 шай қасығын 1 стақан қайнап тұрған суға салып, жарты сағат жабық ыдыста бұқтырады. Осыны 1 ас қасықтан ас алдында күніне 3 рет ішетін болса, ішек жұмысыңыз реттеледі. Зәр жүрмей бөгеліп қалса,
ұнтақталған аскөк тұқымынан, 2 ас қасықта арғай тамырынан ұнтақталған, 3 ас қасықта жантақтың шөбінен, 1 ас қасықта ал ойының құрғатылып ұнтақталған жапырақ үгіндісінен 1 ас қасықта араластырып алады да осыдан 1 ас қасықта 300 грамм қайнап тұрған суға салып жабық ыдыста жарты сағат ұстайды. Дәрі дайын. Осыдан 1 ас қасықта ас алдында 3 күніне 3 рет ішеді. Бір емделу барысы 15 күн. Адамның ұйқысы қашып, көңіл күйі бұзылған кезде 1 стақан аскөк тұқымын ұнтақтап, оған 2 ас қасық ұнтақталған шүйгін шөп тамырын қосады да жарты литр таза кагор шарабына салып 20 минут ақырын қайнатады. Осыны 2 сағат бұқтырып қойып, жатар алдында сүзіп 50 граммнан ішеді. Бір емделу барысы 7 күн. Өт пен бүйрекке тас байланған кезде 2 ас қасық аскөк шөбі тұқымын, жапырақтарын, шөбін ұнтақтап 500 грамм қайнап тұрған су құйып, су моншасында тағы 20-30 минут ұстайды. Осыны бұқтырып, салқындаған соң жылыдай ас алдында 3-4 ретке бөліп ішеді. Бір емделу барысы 21 күн. Зәр жолдарының ауруына зәр бөгеліп, жолдары ашып ауырған кезде 1 ас қасық аскөк тұқымын 1 стақан қайнап тұрған суға 20-30 минут жабық ыдыста бұқтырып, сүзіп 1 ас қасықтан күніне 5-6 рет ішеді. Қан қысымының өзгеруіне 1 ас қасық ұнтақталған шөбін 250 грамм қайнап тұрған суға салып 30 минут бұқтырады. Осыны астан бұрын жарты стаканын ішіп 10 күн жалғастырасыз. Аллергиядан тері бөлініп, қотырланғанда аскөк шырыны мен шөбін суға қайнатып алып, екеуін қосады да қотыр үстінен компресс жасайды. Көздің көру қабілеті нашарлап, үстіңгі қабатына жұқа қабат өсіп шыққан кезде аскөк шырынына таза дәкені батырып, көзге компресс жасайды. Дене күйіп қалған кезде аскөк шырыны мен шөбінің қайнатындысын жылыдай көзге компресс жасайды. Бұл жасыл өнімнің ерекше артықшылықтары оның хош иісі мен қолдану дәмімен, сондай-ақ оның жақсы және тиімді құрал ретінде қолдануға мүмкіндік беретін көптеген заттармен белгілі. Аскөк жасылдары каротинге, С витаминіне, фолий және ниацинге бай. Аскөк құрамында фосфор, калий, темір және кальций тұздары бар адамдар үшін маңызды көптеген микроэлементтер бар. Аскөктің айқын пайдасы оның ас қорыту жолын реттеу және жеңілдету қабілеті. Ас қорыту бездерін ынталандыруға мүмкіндік береді, тәбетті жақсартады және ағзадағы метаболикалық процестерді қалыпқа келтіреді. Бұл метаболизм үшін өте пайдалы болады. Аскөк бүкіл жүрек қан тамыр жүйесінің қызметін жақсартады және қан қысымын ретке келтіреді. Сонымен қатар, бүйрек ауруларының алдын алады. Сондай-ақ, аскөк жасылдарын жеу ұйқысыздықтан арылуға көмектесетін және бас ауруларын азайтатыны белгілі. Оның жапырақтары мен тұқымдары никотин және аскорбин қышқылына бай үлкен пайда әкеледі. Аскөк құрамында көмірсулар мен пектинді заттар өте мол. Сонымен қатар, әртүрлі минералды тұздардың лайықты құрамы алейн мен пельменді, петроселинді және линолды қышқылдарды қамтитын аскөк жемістеріндегі майлы майлардың мөлшері туралы да белгілі. Оның пайдасы бұл жасыл өсімдіктің барлық бөліктерінде эфир майлары бар. Иісі біршама зире иісін еске түсіреді. Аскөк әртүрлі шайлар, инфузиялар мен дәрі-дәрмектердің негізгі табиғи ингредиенттердің бірі болып табылатыны бекер емес. Аскөк негізінде нәрестелерге арналған көптеген танымал препараттар бар. Соның арқасында нәрестелердің ішектері қалыпқа келеді. Ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.